Ассаламағалейкум арна көрермендері, армысыздар. Мына бір қызықты ақпаратты естімес бұрын біздің каналымызға жазылып, видеомызға лайк басып кетуді ұмытпағайсыз. Күннің қасында белгісіз нәрсе пайда болды. Ол 22 минут тұрды. Ұшу тездігі жарықтың тездігіндей шар тәрізді нәрсе кенеттен күн жүйесі маңында пайда болды. 22 минут тұрып көзден ғайып болды. Бұл сырлы шар тәрізді нәрсенің суретін Американың әлем зерттеу пунктіндегі Соухоу күнді зерттеу кемесі түсірді. Бұл ғажайып нәрсе жарым күндей күнді айналып жүрген. Әлем кемесі түсірген көріністерден ғажайып нәрсенің көлемі шағын екенін, бір планетаға ұқсастау қарқыны жарықтың тездігінде екенін байқауға болады. UFO-ның сарапшыларының айтуынша, әрқандай ғажайып нәрсе бұл орында 20 неше минут қозғалмай тұруы мүмкін емес. Сондықтан бұл ғажайып нәрсе белгілі формаға ие планета емес, қайта белгісіз бір энергия болуы да мүмкін. Түсініктеме беру қиын болған осы бір ғажайып көрініс Америка әлем кеңістігі пунктінің әлем кеңістігінің арнаулы талқысына берілді. Бір UFO әуескері бұны көргеннен кейін арнаулы беттерден жарнама таратты. Әлем кеңістігі арнаулы бағанасы Америка әлем кеңістігі пунктінің ақысыз көруге болатын бағанасы. Бұл бағана күн және күн нұры туралы мәлімет береді. Сондықтан да көптеген UFO әуескерлері бұл бағанадан күнді зерттеу кемесінің жер шарына жіберген жасанды мәліметтерін ашып көре алады. Негізі бұдан да бұрын әлем кемесі күн жүйесі маңынан осыған ұқсайтын беймәлім ұшпа тылсым нәрсені кескінге түсірген еді. Сырлы дүние тақырыбында көптеген мақалалар да жарияланған. Десе де 2019 жылдың соңғы жарымында осыған ұқсас көріністер күн жүйесінде бой көрсеткен. Ал бүгінге дейін бұндай ғажайып көріністерге нақтылы жауап беретін бірде-бір эксперт жоқ. Назар аударатыны 2020 жылғы 8 сәуір күні 23:23-тен 23:45-ке дейінгі 20 неше минутта бұл нәрсе бір орында қозғалмай тұрған. Тұрған орны күннің өлшем шекарасы болған.